Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз құстың аяғын маринадтап және духовкаға пісіреміз. Ол үшін бізге құстың ірі аяқтары, лимон, майонез, тұз, томат пастасы, приправалар, бұрыш, құсқа арналған приправа керек. Ең бірінші біздер томаттан үлкен ас қасықпен 2 қасық саламыз. Одан кейін майонезімізді осы мөлшерде саламыз. Сіздер өздеріңіз білесіздер қанша мөлшерде салу керектігін. Және де жақсы етіп тұрып тұз саламыз. Тұзды аямай салыңыздар. Одан кейін біз бұрышымызды салдымыз. Және паприка саламыз. Және құсқа арналған приправамызды аямай саламыз. Енді мен лимонның шырынын салам. Ол үшін мен үлкен бір лимонды алып, ортасынан бөліп, бір жартысын маринадтың үстіне құямын. Барлығын кәдімгідей жақсы етіп құйыңыздар. Және сол лимонды ортасынан кесіп, уақ-уақ қылып турап, онда маринадқа салып жіберсеңіз болады. Салып жіберіңіздер. Бұл маринадқа әдемі бір дәм береді. Осылай маринадтап көріңіздер. Енді біз бұны әдемілетіп араластырамыз. Асты үстіне кәдімгі барлық құстың аяғы маринадталу керек. Араластырамыз. Асықпай араластырыңыздар. Асты үстіне төңкеріп. Барлық аяқтар кәдімгі қап-қызыл болып әдемі болу керек. Міне күшті біздер араластырдық. Барлығы маринадталды. Енді мен бұны бір күнге қойдым. Бір күнге қоясыздар ма, жарты күнге қоясыздар ма, 1-2 сағатқа қоясыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен бір күнге қойдым. Осы қақпағын жауып қойыңыздар. Міне мен бір күнге қойған құстың аяқтары дайын болды. Енді бұны протеинге фольга или пергаментный қағазды төсеп, үстіне әдемілеп қоясыздар. Тағы да араластырып жіберіңіздер. Енді аяқтарды осылай әдемілеп қойып шығыңыздар. Өйткені көп орында қалмайды. Рет-ретімен қойып шығыңыздар. Екінші протеин болса, оған да қойып шығасыздар. Мен қазір екінші протеинға да осылай қойып шықтым. Енді осыны ыссы духовкаға 180 градуста ысып тұрған духовкаға саламыз. Духовкаға салдық. Міне менің құсым пісті. Құстың аяғы. Енді бұл тарелкеге әдемілеп осылай қойып шығасыздар. Мен бүгін қонақ шақырып атқаннан кейін, бұны қазір мен дастарханға қоятын тарелкеме әдемілеп, қасына наггетсін қойып шығамын әдемілеп. Бір тарелкеге жинап қойып жатырмын. Не осымен менің құстың аяғымыз пісті. Осылай менің маринадым бойынша жасаңыздар. Рахмет, қараңыздар, лайк, подписка жасаңыздар.